Сәлем достар, бүгін мен аяқ сүйектерін талдайтын боламын. Аяқ сүйектер бізде жамбас белдеуінен және аяқтың еркін бөлігінің сүйектерінен тұрады. Жамбас сүйегіне, яғни ос кокси, бізде 3 сүйекті ажыратамыз. Ең бірінші бұл мықын сүйегі, мінекей мына тұрған. Одан кейін бізде бұны біз ос илиум дейміз латынша. Одан кейін ос пубикус, яғни қасаға сүйектері, одан ос исchiadica, шондана сүйектерін ажыратамыз. Бұл жерде бізде, мысалға мына жерде ажырататын болсақ, мына тұрған бізде мықын сүйегі, мықын сүйегінің қанаты орналасқан, мына аяқта қыры орналасады. Және де мына орналасқан бізде қасаға сүйегі, қасаға сүйегінің мына жерде бізде симфиз орналасқан. Екеу болып. Сонымен қатар бұл жерде біз жапқыш тесікті ажыратамыз. Аяқ шондана сүйегі. Ал мына тұрған ойыс бізде ұршық ойысы деп аталады. Бұл жерге ортан жіліктің басы келіп орналасып, ұршық буынын құрайды. Жамбас сүйектерімен қатар жамбас белдеуінің құралуына бізде 8 көз сүйегі де қатысады. Омыртқасы. 8 көз омыртқасына келетін болсақ, мінекей, бұны 8 көз деп аталған себебі бұл жерде 8 осындай көздері, тесіктер орналасқан. 8 көздің өзінің қырлары болады. Және де мына жерде 8 көздің буынының негізі орналасады. Және де 8 көз әрі қарай бізде құйымшақпен жалғасып кеткен. Құйымшағы 4-5 болады. Қалдық регламентті мүше болып келеді. Және де сонымен қатар бізде жамбас белдеуінде кіші жамбас астауын және үлкен жамбас астауын ажыратамыз. Мысалға, мынау тұрған бізде үлкен жамбас астауы. Ал мынау тесік кішкене, бұл жерде линия терминалис дейді, немесе пельвина минор, яғни кіші жамбас қуысы деп аталады. Яғни мынау тесік бізде кіші жамбасқа кіріп тұр. Осы. Бұл негізі еркек адамдардың қарағанда ер адамдарда үлкенірек болып келеді. Мынау тұрған бізде жамбас сүйек, бұл ер адамға тән, ал әйел адамда бұл кішкене үлкенірек болып келеді. Себебі бұл гинекологиялық жағдайға байланысты, олар бала дүниеге алып келеді әйел адамдар, соған байланысты жамбас астау, кіші жамбас ол үлкенірек болып келеді. Жамбас сүйек бізде жалпақ сүйекке жатады, және де ол қозғалмайды. Өйткені бұл жерде қосылыстар тығыз бір-бірімен бірігіп орналасқан. Мысалға, мықын мен 8 көз арасында, және де қасағаларда, шонданайда барлығында дерлік қосылыстар бір-бірімен тығыз және де қозғалмайтындай байланысады. Бұның өзі мысалға адамда көп осы салмақтың бәрі төменге қарай түседі ғой, сол үшін де осылай табиғат осылай жаратып қойған. Аяқтың еркін бөлігінің сүйегіне ортан жілік және асты жіліктің шыбығын жатқызамыз, және де аяқ басы сүйектер жатады. Ең бірінші ортан жілікке тоқталайық. Ортан жіліктің бізде басы болады капут ос пеморалис деп аталатынша, яғни ос пеморис деген бізде ортан жіліктің латыншасы. Одан кейін колум пеморалис, яғни мойын орналасқан. Одан кейін үлкен ұршық мына тұрған төмпек, трохлеарис майор, ана тұрған төмпек кішкентай, трохлеарис минорден кіші төмпек, кіші ұршық. Одан кейін бізде ортан жіліктің денесіне жатады, капут ос пеморалис деп. Төменге қарай айдаршықтарына жатамыз. Эпикондулярисна латералис, яғни латералды сыртқа қарай орналасқаннан кейін латералды айдаршығы. Мынау бізде эпикондулярис медиалис деген ішке қарай орналасқаннан кейін медиалды айдаршығы деп аталады. Ал мынау тұрған пателла, яғни тізе буыны, тізе. Бұл бізде мынаны алып тастасақ, оның арт жағында беті, тізенің беті орналасқан пациес пателла деген. Соған барып бекінеді. Келесі сүйек бізде асықты жілік, яғни тибия деп аталады. Тибияның құрылысына келетін болсақ, мынау жоғарыда тұрған бізде буындық беті, яғни асықты жіліктің буындық беті. Бұл бізде ортан жіліктің айдаршықтары және де тізе барлығы бірігіп тізе буынын құрайды. Ал мынау тұрған латералды айдаршық, мынау тұрған медиалды айдаршық болып келеді. Мынау бізде асықты жіліктің денесі. Мынау тұрған құрылым бұл медиалды толарсақ деп аталады. Одан кейін асты жілік бізде асты жіліктің шыбығымен бірігеді.
асты жіліктің шыбығында құрысына келетін болсақ, оның басына жатамыз. Мына тұрған яғни капут фиула деп атайды. Шыбықты латынша бізде фиула деп айтамыз. Одан кейін мына жерде бізде латералды толарсақ орналасқан. Мысалға, жаңа асты жілікте медиал толарсақ, ал мына жерде латералды толарсақ. Яғни шыбық әрқашанда латералды орналасады асты жілікке қарағанда. Аяқ басының сүйектеріне келетін болсақ, ол бізде өкше сүйегінен тұрады, ең үлкен сүйектердің бірі. Және де мына жерде бізде саусақ және башпайлар орналасқан. Аяқтың башпайлары орналасқан. Олар әрқайсысы өздері буын құрап орналасады. Аяқ сүйектерінде біз бірнеше буындарды ажыратамыз. Соның бірі бізде ұршық буыны. Ұршық буыны мына жерде орналасқан. Яғни ортан жіліктің басы менен мылқын сүйекте бізде жаңа буындық беті орналасқан ғой. Ұршықтың буындық беті сол екеуі құралып ұршық буынын құрайды. Ұршық буынының пішіні бойынша ол тостаған тәрізді буын орналасады. Бұл жерде буындық беттер бір-біріне сәйкес келгеннен кейін олар қатты көп қозғалмайды. Иық буынына қарағанда сол үшін де мына жердегі ұршық буыны көп шыға қоймайды. Одан кейінгі буындардың бірі мысалға мына жерде тізе буыны. Бұл бізде ортан жіліктің айдаршықтарынан құралған, және де паттела тізеден құралады, және де ортан жіліктің ішінде асты жіліктің ішінде буындық бет орналасқан. Осылар құралып бізде тізе буынын құрайды. Одан кейін мынау саусақтардың арасында және де өкшеде, тобықтарда өзіндік буындары орналасқан.